Баршаңызға қайырлы күн достар. Шалғам салатын дайындайтын боламыз бүгін, яғни редиска. Өте дәруменге бай салат. Асыққанда тез-тез дайындап жіберетін салат түрі болып саналады. Яғни бізге ол үшін редиска керек болады. Яғни шалғамымызды артық шөптерінен тазалап, жуып алайық. Шалғамымызды жудық. Енді шалғамды жақсылап, жіңішкелеп тураймыз. Осындай етіп жуып тазалап, турағаннан кейін ыдысқа саламыз. Енді шалғамның үстіне укроппенен көк пиязымызды да жіңішкелеп турап жібереміз. Бұл салат өте пайдалы. Көктемде адамға көптеген дәрумен жетіспегендіктен осы салатты дайындап, жиі жасап жіберсеңіздер артық болмас. Енді салаттың үстіне тұз бен майонезімізді қосып араластырамыз. Мен көбіне 40 қабат қосып араластырып жіберем, яғни 40 қабатты да жұқалап турап жіберемін. Шалғамның өзінен де жасап жесеңіздер болады, көк пиязбен, майонезбен. Ал енді салатымыз дайын болып қалды. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.